Құрметті достар, мен сіздерге Жүсіп Злиха дастанының жалғасын оқып беремін. Отбасы хрестоматиясы. Злиханың түсі. Злиха Йемен падишасының қызы еді. Елдің еркесімен назы еді. 16-ға келгенінде қыздың жасы төгіліп тізесіне түсті шашы. Ашын төс, алтын иек, інжу басы, бұран бел, ерні ақық, көзі гауһар қиылды, қап-қара боп қиқашқасы, жүзінен ұры төгіп, қаны тамған, тістері меруерттей тізген тасы, басына құндыздан бөрік киді, тізеден қара шашты өріп түйді. Бірі күтіп біреуі нөкер болып, соңынан мың канизак еріп жүрді. Өзі елден асқан, ақылды жұрттан озған, білімді болды. Талай мырза перизатқа ғашық еді, бір көруге асық еді. Бірақ Злиханы көргенде тілі күрмеліп, жүзіне тура қарай алмай, маңайынан қашып еді. Злиха бір күні түс көрді, түсінде ғажап іс көрді. Маңдай айдай, жүзі жұлдыздай жарқыраған бір бекзат жігіт алтын тақтың үстінде шалқайып отыр екен. Басындағы алтын тәжі меруертпен, шапаны алтын жіппен, түймелері жақұт таспен безендіріліпті. Өзі әмір, ақылы кәміл, қара қылды қақ жарған әділ сұлтан дерсің. Бір көргеннен ғашық болды, ханзаданы көруге асық болды. Түстің әсері өңінде көрген оқиғадай баурап өтті. Осылайша ғашықтық дертіне душар етті. Ұйқысы бұзылып, тамақ ішуден қалды. Дерті күннен күнге меңдеп, төсек тартып жатып қалды. Шайға түскен қанттай боп шөкті, рең басы үзілген гүлдей солды. Оңашада өзімен өзі күбірлеп отыратын әдет шығарды. Ата-анасы қызының күйін көріп уайым жеді. Алыс жақындағы емші, тәуіп, бақсы, балгер, тамыршының бәрін жиды. Қызымның дертін кім жазып берсе, ат басындай алтын беремін деп жар салды. Бірақ дерттің дауасы табылмады. Арада бір жыл өтті. Злиха ғашығын түсінде тағы көрді. Бұл жолы жігіт қызға сөйледі, сөйлегенде бүйтеді. Ей періштеден пәк перизатым, неге мұнша зарықтың, үмітсіз боп тарықтың, жүзің солып жабықтың, нәркес гүлдей көркемең, ынтық жырды шертерем, алуадай сөзіңмен жүрегімді өртерең. Мен де саған құштарымын, қауышайық ертемен деп елжіреді. Аузын ашса тілінен бал тамады екен, тыңдаған жұрт үніне таңғалады екен. Злиха да тіл қатып, жүрегімен толғатып бүйтеді. Ей шыбын жанымнан артық ғашық жарым, қайғының мен айтайын іште барын, ғашық оты жанымды күйдіріп барады, жүрегім ақылыма көнбей қиғылық салады. Шерменде боп шерге ендім, нұрлы жүзіңді мен көрдім. Сарқылды барша амалым, сені қайдан табамын? Жөніңді айт, мағлұм ет, мен бейбаққа тағлым ет, деді зарығып жігіт. Аштың-ау көңіл жарасын, өзіңді жүрек қаласын, аймен күнге баласын. Егер мені іздесең, әзиз Мысырдың үйінен қиындықпен ғана табасың деп ғайып болды. Злиха оянып кетті. Жүрек әлі де дүрсілдеп соғып тұр екен. Ғашығының сөзі оған үміт сыйлады. Күн шуағын шашып, арайлап таң атқандай күй кешті. Көктемде райхан гүлі қайта бүр жарды дерсің. Демде дертінен айығып, жүзі жадырап сала берді. Толған айдай толқысып, гүлдей жайнап шыға келді. Ғашығын анық қайдан табатынын білген соң, рахман түсін бірінші анасына баяндады. Анасы әңгімені әкесіне жеткізді. Әкесі бар жағдайды білген соң, уәзірлерін жинап, үлкен кеңес қылды. Кеңесте уәзірлерім, сауда мұраты ұту, жол мұраты жету, қыз мұраты кету деген, менің айдай сұлу аппағым бой жетіпті. Ұзататын уақыт жетті, не ақыл айтасыңдар, деді. Уәзірлері шетінен, жөн сөз бойжеткен қызды беруге асық, қарызыңды қайтаруға асық деген. Қыз қонақ, қыз өссе елдің көркі, қыз өссе өрісің кеңейеді деген ғой. Теңі табылса тегін бер деген. Ең бастысы теңіне жолықса болғаны. Тұзды көп сақтама су болады, қызды көп сақтама күн болады деген. Биылдан қалмай ұзатылғаны дұрыс. Қызды 40 кісі айттырады, бұйырған біреу алады деген деп кезегімен ойларын айтты. Патша қызын ұзатады деген гу-гу әңгіме желді есті.
Бағын сынап талай елдің ханзадасы мен мырзасы, оғланы мен бағланы, жақсы мен жайсаңы Еменге жиналды. Солардың арасында уәзір Әзіз Мысырдың елшісі де бар еді. Әкесі: махаббатқа зорлық жүрмейді, қызым таңдауын өзі айтсын деп кісі жіберіп сөз сұрады. Қызы: әкем разы болса, мені Әзіз Мысырға берсін деді. Әкесі келісті. Қыздың жасауын жасап, патшалық рәсіммен ұзатты. 1000 түйеге жүк артты, 1000 тұлпарға алтынмен қашар, 1000 тұлпарға алтыны, 1000 қашарға күміс артты. Қызметіне 1000 кәнизак және қосты. 1000 сұлу қыз қасына тағы ерді. 1 айлық жолды жүріп өтіп, Злиха сән салтанатымен Мысырға да жетті. Келініне шашу шашып, Әзіздің сарайында түсірді. Ғашығыма қосылып, мұратыма жететін болдым деп Злиха бақыттан бас айналды. Жүзінен нұр тамып, күндей балқыды. Bir уақытта бектермен бас уәзір кіріп келді. Злиха қараса, ері бүтен кісі екен. Сол сәтте ұрды. Өкініштен бармағын шайнады. Күңі: уа жаһанның сұлуы, неге мұнша қайғырып жыладың? Бүгін қуанышты күнің емес пе? Деді. Әзізім қайда, әзізім, бұл жерден табасың деп еді ғой. Бас уәзір Әзіз Мысыр тақта отыр. Әзіз сұлтаның осы емес пе? Деді. Күңі әлі де ештеңе байыбына жетпей. Злиха есінен танды. Bir кезде есіне келе: түсімде көрген ғашығым бұл емес еді. Бұл жігіт маған лайық емес. Оның жүзі толған айдай нұрлы еді, тілі балдай шырын еді, көркіне, ақылы сымбатына мінез сай ғажап жігіт еді. Не деген сормаңдай адам едім деп күңіренді. Күңдері: сабыр етіңіз ханшайым, құр бекерге зарланып Құдайға қарғанбаңыз, сабыр түбі сары алтын. Махаббаттың осындай азабы болмаса, шайырлар оны жырға қосып жырлар ма еді? Тағдырға мойынсұнған пенде ғана шын бақытқа қапыс табады дегені қайда? Злиха сонда барып түстің мәнін ұққандай болды. Мені қиындықпен табасың деген сөзді көңіліне медет қылып, тағдырына көнді. Алайда бұл сырды ешкімге ашпады. Осылайша 7 жылды қан жылаумен түсінде бекзат ғашығын зарығып күтумен өткізді. Bir күні Мәлік: аспандағы айда келіпті деген хабар ел ішіне дүңк етті. Сол кезде Злиханың да жүрегі бүлк етті. Бұны жақсылыққа ырымдап, құлды көрмекке бел байлады. Құл базардағы сауда. Уа Мысыр жұрты, аспандағы айды сатамын, байлығы жеткен адам алсын, деді Мәлік жар салды. Мысырдың ығайы мен сығайы, мырзасы мен байы, манабы мен шонжары алтындарын арқалап Мәліктің үйіне ағылды. Патша сарайындағы ұлық бек нояндар сандықтағы қисапсыз қазынасын шығарды. Мәлік 4 қабырғасын шынымен қаптатып, Жүсіпке жеке сарай салдырған еді. Жиналған жұрт сарайды айнала қоршап тамашалады. Олардың арасында Әзіз Мысыр мен Злиха да бар еді. Тас қараңғы түнде толған айдай болып алтын тақта Жүсіп отыр екен. Жүсіпті көрген бойда Злиханың жүрегі лүпілдеп, тұлға бойы шымырлап кетті. Түсімде көрген ғашығымды, зарығып жүрген асылымды таптым-ау ақыры деп ақырын күбірлеп Әзіз Мысырға: мына құлды сатып алғай, қанша сұраса сонша бер, мен үшін ештеңе аяма, деді. Әзіз Злиханы шын сүйетін, оның тілеуіне кетпейтін. Ол: менің де алғым ақ кеп тұр, бірақ байлығым жете ме деп уайымдап, алушы көп екен. Құны қандай шекке барып тоқтарын ешкім айта алмас, деді қамығып. Жетпесе әкемнен сұратайын, деді. Злиха махаббаттан қос жанар тұманданып, Әзіз амалсыз келісті. Алушылар түгел жиналған соң Жүсіптің саудасы басталды. Мәлік орнынан тұрды. Уа жарандар, бәрің бері қараңдар. Бүгін Жүсіп атты құлымды сатамын. Құдай берсе қисапсыз байлыққа батамын. Оның өнері мен әлпетінің кемелін қара сөзбен емес өлеңмен жырласам да тілімнің тегі ағытылар деп тақпақтап кетті. Жүсіп деген айрықша бір құлым бар. Құнына дүниенің байлығы мен қазынасы жетпес. Сатып алғылары келсе, бақты сынап талап қылар, сауда адал өтсін деген даналардан бізге қалған өсиет бар. Бұл құлымның мынандай 10 түрлі қасиеті бар. Құрметті оқырман, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Рахмет тыңдағандарыңыз үшін.